Қазіргі заңнама бойынша кәмелетке толмаған қыз балаларға медициналық көмек көрсету үшін ата-анасының немесе заңды өкілінің келісімі міндетті түрде қажет. Ал жаңа заң күшіне енсе, жасөспірімдер 16 жастан бастап өз бетінше шешім қабылдайтын болады. Вы знаете, нет. Дело в том, что прерывание беременности. Сіз білесіз бе, мен маман ретінде бұл өзгеріске келіспеймін. Себебі жасанды жолмен жүктілікті тоқтату үшін кез келген дәрігерге қыз балаға ота жасау керек. Ал бұл дегеніміз кәмелет жасына толмаған баланың организміне қол тигізу. Ота сәтті аяқтала ма, жоқ па белгісіз ғой. Сондықтан мұндай жағдайларда ата-анасының хабардар болғаны қажет. Себебі отадан кейін қыз бала қайтып сәби сүйе алмауы да мүмкін. Ресми деректерге қарасақ, ерте бастан жүкті болған жас қыздар азаймай отыр. Былтырдың өзінде Теміртауда 18 жасқа толмаған 10 қыз бала ана атанса, биылғы 10 айдың ішінде бұл көрсеткіш едәуір жоғарылаған. Сегодня статистика такова, что молодежь рано начинает половую жизнь. Бүгінде статистикаға сүйенсек, жастар жыныстық қатынасқа ерте жастан түседі. Әрине, мұндай жағдайда балалар мен олардың ата-аналары ашық қарымдаста болса деймін. Сонда ерте жастан болатын жүктіліктің алдын алар ма едік. Әсіресе қыз бала анасымен ашық сөйлессе дұрыс болар еді. Мамандардың дерегінше Теміртауда перзентханада жаңа туған сәбилерінен бас тартатындардың саны азайған. Биыл мұндай 2 жағдай тіркеліпті. В этом году у нас есть 2 отказных ребенка. Биылғы жыл 2 тастанды бала тіркелді. Олардың аналары әртүрлі жағдайлармен бас тартып жатады. Көбісі баспанасыз екендігін алға тартады. Бір қуантарлығы бірнеше жыл бұрын бұл сан едәуір жоғары болатын. Тастанды балалардың саны 25-30-ға дейін жететін. Ерте жастан жүкті болатын қыздардың санының артуына байланысты елімізде 14 жастан бастап тегін мүшеқап тарату туралы да заң қабылдануы әбден мүмкін. Знаете, раздача презервативов, она должна быть. Білесіз бе, мүшеқапты 14 жастан бастап тарату туралы заң күшіне енсе дұрыс болатын еді. Себебі жасөспірімдер қорғанбаған жыныстық қатынастан ауру жұқтырып алуы мүмкін дегендігін түсінбейді. Әрине, қорғалмаған қатынастан кейін қыз бала жүкті болып қалуы да мүмкін. Мүшеқаптар ойын-сауық орталықтарында тегін таратылса ең алдымен дұрыс болар еді. Ресми деректерге қарасақ, ерте бастан жүкті болған қыздардың саны былтырдың өзінде 6000-ға жетіп қалған. Әйтсе де заңға енгізуге ұсынылған бұл өзгерістер алдағы уақытта қоғам талқысына түсуі қажет.